Қарағанды облысының Қарқаралы ауданында ұлттық ат спортынан 9-шы республикалық чемпионат басталды. Әуел баста Шығыс Қазақстанда өтеді деп жоспарланған ұлттық ойын аусыл ауруының шығуына байланысты арқа жеріне ауыстырылған. 5 күн бойы еліміздің барлық облыстан жиналған 10 команда ұлттық ат спортының 4 түрінен көкпар, аударыспақ, теңге ілу және қыз қуудан өзара сынға түседі. Соның ішінде жұрттың делебесін қоздырған көкпар ойыны болды. 30 келі серкені тақымына қысып, бір қолымен қазандыққа салған сайдың дасындай қазақ жігіттері жан алысып, жан берісті. Ойыншылардың сәйгүліктерінің де әбден бапталғандығы байқалып тұр. Күннің күрт бұзылып, жердің лайлығына қарамастан көкпаршылар үздік нәтиже көрсетті. Әсіресе Шығыс Қазақстан командасының ел чемпиондары оңтүстік Қазақстан ойыншыларын жеңіп, ақты сынға шығуын жұрт күтпеген болатын. Енді жарыстың нәтижесі бойынша ұлттық құрама іріктелмек. Олар қыркүйек айының 10 мен 15 аралығында Астана қаласында өтетін көкпардан Азия чемпионатында ел абыройын қорғайтын болады. Жеңімпаз командаға 2 миллион теңге көлемінде сыйлық беріледі. Өте мықты облыстарға келетін болсақ, ол өздеріңізге белгілі оңтүстік Қазақстан облысы, Жамбыл облысы, міне көріп жатсыздар, Алматы облысы, Шығыс Қазақстан облысы керемет өнер көрсетіп отыр. Алматы қаласы, жаңағы Астана болса болмаса, кешегі ел чемпиондары мінекей осындай командалар үздік өнер көрсетіп отыр. Жастар арасындағы ғана чемпионат осыдан мінекей Қазақстанның құрама командасы іріктеледі. Екінші жыл шабу жұмыс көкпарды. Команда мықты болды. Оңтүстік Қазақстан жылда чемпион болатын команда. Тауа жеңдік, бір Аллаға шүкір. 1,5 ай жаттық, дайындалдық осы ойынға.